Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әуелі баршаны жоқтан бар еткен, біздерді мұсылмандардан еткен Алла Тағалаға мақтау, мадақтар болсын. Раббымыздың тура жолын өміріменен үлгі етіп, өнеге етіп, жеткізген пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сан санақсыз салауаттар болсын. Бүгінгі сіздерменен арнайы бөліскіміз келіп отырған тақырып ысырапшылдық Аллаға ұнамсыз деген тақырып аясында болмақшы. Жалпы ысырапшылдық Алла Тағала сүймейтін іс. Өйткені ысырапшылдық жеке тұлғаға, отбасына, жалпы қоғамға қауіп төндіретін ауыр қасірет. Енді Алла Тағала осы жаман жат әдеттен баршаларымызды тыйып, өзінің қасиетті Құран кәрімнің Ағраб сүресінің 31-ші аятында былай деп баян етеді. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва куллу вашрабу ва ла тусрифу иннаху юхиббул мусрифин. Ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап қылмаңдар. Шындығында Алла Тағала ысырап қылушыларды сүймейді деген аятты келтіреді. Енді бұл аяттан алатын ғибаратымыз Алла Тағаланың біздерге нығмет етіп берген нығметтерін барынша тиімді пайдалану керек екендігімізді, сол Алла Тағаланың нығмет етіп берген нығметтерінің қадырын жете түсіну керек екендігімізді Алла Тағала осы Құран аятында баршаларымызға бұйырып тұр. Енді осы аятқа ұқсас болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасиетті хадис шәріпінде былай деп баян етіледі. Ішіңдер, жеңдер, садақа беріңдер және киініңдер, бірақ ысырапшылдықпенен дандайсуға берілмеңдер деп пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламда Алла Тағаланың берген ырыздық несібесінің қадырын жете түсініп, көп ішу арқылы, әдеме киініп, жүріп тұру арқылы тәкаппарлыққа, менмендікке салынбауымызды, Алла Тағала берген сол нығметтерден бізде жетімдерге, пақырларға, мұқтаж жандарға қол үшін беру керек екендігімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы қасиетті хадисінде тілге тиек етіп кетеді. Және де бір хадисінде бірде дәрет алып жатқан Сәд ибн Әбу Уақас радиаллаху анхудың жанынан өтіп бара жатып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Әй Сәд, өзеннің жағасында дәрет алып жатсаң да суды ысырап етпе" деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Демек, жалпы Алла Тағаланың қасиетті осы Құран кәрімдегі келтірген аятынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келтірген қасиетті хадисінен алатын ғибаратымыз өте мол екендігін түсінетіндігіміз. Яғни Алла Тағаланың осы біздерге нығмет етіп берген нығметтерін тиімді пайдаланып, тәкаппарлықтан, ысырапшылдықтан аулақ болу керек екендігімізді түсінетіндігіміз. Алла Тағала баршаларымызды осы ысырапшылдықтан, тәкаппарлықтан сақтаған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.